сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз жаңғақ. Жаңғақтың ем болатын аурулары және істетілуі. 1. Дене әлсіздігіне, бел сызданып ауырғанда, бас айналып, құлақ шыңылдауға жаңғақ дәні 3 мысқал, алақат тұқымы 3 мысқал, тау дәрі 5 мысқал, жиһуа 2 мысқал суға қайнатып ішеді. 2. кәртегенде демігіп, тынысы тарағанда жаңғақ дәні мысқал, әлбұршақ 3 мысқал, қосып талқандап, бал қосып, домалақ дәрі жасап, бір ретте 3 мысқал күніне 2 рет ішеді. 3. Қызыл өңеш рагына, асқазан рагына, тік ішек рагына, қаңғақ бұтағы жарым жың, тауық жұмыртқасы 6 дана, сырлы ыдыста су қосып қайнатып, жұмыртқа пысқан соң қабығын шағып және қайнатып, жұмыртқа қоңыр түсті болғанда алып, бір ретте 1 дана күніне 2 рет жейді. 15 күн бір емдеу мерзімі болады. 4. Шауқат тоқтамауға жаңғақтың бөлгішінен 2 мысқал, алақат тұқымы 4 мысқал. 5. Бас қотырына, темірткеге, нерв сипаты тері қабынуға жаңғақтың көк қабығын жаншып, суға қайнатып жуады, немесе жаншып тартады. Істетілу мөлшері жаңғақ дәнінен 3-5 мысқал. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры. Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.